Жедел хабары. Егер видеороликтан толығырақ мәлімет алуды қаласаңыз, онда арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бірден лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Елімізде 767 мыңға жуық ең жоғарғы орташа жалақыны тау-кен өндірісінде еңбек ететін қазақстандықтар алады деп хабарлайды Turkistan.kz. Ұлттық статистика бюросынан сілтеме жасап. Орташа жалақы ең жоғарғы салалар: тау-кен өндіру 766.555 теңге, қаржы және сақтандыру 602.114 теңге, ақпарат және байланыс 541.218 теңге. Орташа жалақы ең төмен салалар: сумен жабдықтау, қалдықтарды жинау және өңдеу 201.884 теңге, ауыл, орман және балық шаруашылығы 179.388 теңге. Орташа айлық жалақы жоғарғы өңірлер бестігі: Атырау облысы 618.420 теңге, Маңғыстау облысы 509.818 теңге, Ұлытау облысы 450.889 теңге, Астана қаласы 432.197 теңге, Алматы қаласы 390.322 теңге. Орташа айлық жалақы төмен өңірлер: Солтүстік Қазақстан облысы 241.102 теңге, Жетісу облысы 246.203 теңге, Шымкент қаласы 254.202 теңге, Жамбыл облысы 254.646 теңге, Түркістан облысы 257.874 теңге. 2023 жылғы 1-ші тоқсанда өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда орташа айлық атаулы жалақының ең жоғарғы өсімі Атырау облысында тіркелді, 29,4%-ға. Ең төменгі өсімі Батыс Қазақстан облысында байқалды, 11,9%-ға. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.